Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Пиксов және мен Дәулет. Бүгін біз sajda.kz интернет дүкеніне шоу жасайтын боламыз. Бұл сайтты біз мұсылмандық спорттық киімдер сататын Sajda деп аталатын компанияға жасап берген болатынбыз. Осы сайтта қандай функциялар бар, қандай ерекшелік бар осы интернет дүкенінің басқа интернет дүкендерден қарағанда, соны бірге сараптап шолып шығайық, кеттік. Жалпы біз қазір sajda.kz сайтының басты бетінде орналасып тұрмыз. Бұл сайттың басты бетінде барлық жерде кездесетін осындай меню бар, яғни бұл менюді жаңағы плавающий меню деп айтсақ та болады, яғни всегда осы жерде браузердің жоғары жағында тұратын болады. Бұл ерекшеліктердің бірі тағы да. Бұл менюда, яғни былай наводить еткен кезде осы менюларға осындай пад категориялар шығады. Мысалы, мужчинам дегенге апарған кезде каталогта бар головные уборы, верхняя одежда, спортивные костюмы, және солай сияқты. Детямға апарғанда балалардың менюлар шығады. Және доставка и оплата деген страница бар, басып көрсек, бұл жерде қосымша ақпараттар, яғни текстті информация бар. Распродажа деген бар, распродажада ешқандай ақпарат жоқ әзірше. Контакты деген бар, контактіде осындай бүкіл өңірлердің болсын, басқа қалалардың болсын, әлеуметтік желілердің байланыс ақпараттары орналасқан. Және екі номер бар, WhatsApp-қа жазуға болатындығы жайлы иконка көрсетілген, және заказа звонок деп заявка тастауға мүмкіндік тастайтындай, то есть осындай форма жасағанбыз. Бұл да өте көп көмектеседі, өйткені көп кісілер өзі хабарласуға мүмкін бірліктері, единицалар жетпеуі мүмкін. Сол кезде осындай виджеттер арқылы, осындай функциялар арқылы қоңырауға тапсырыс береді. Қайдан басты бетке өтейік? Басты бетте біз негізгі слайдерді көріп тұрмыз. Бұл слайдер спортивный костюмдер жайлы, жалпы қандай түрлері бар екені жайлы жалпы ақпарат беретін слайдер. Бұл слайдерді өзгертуге болады админка арқылы. Админканы көргіңіз келсе, яғни админка дегеніміз әкімшілік панел. Осыны көргіңіз келсе, сіз бізге консультацияға келсеңіз болады. Біз сіздерге консультацияда дәл бұл сайттың админкасын емес, біз өзіміздің дайындап қойған үлгісін көрсетеміз. Яғни ол үлгі осы жалпы барлық интернет магазиндерде қолданылатын үлгі. Соны көрсете аламыз. Ол үшін жай ғана осы видеоның астындағы сілтемеге Instagram парақшамызға өтіп, жай ғана дайректке жазыңыз, консультацияға өтім келеді деп. Біз сізге консультацияны ұйымдастырып береміз. Слайдерден кейін төменде негізгі доставка на дом, удобная оплата, гарантия качества деген негізгі осындай иконкалар бар. Бұл иконкаларды біз яғни өзіміздің преимуществоны, яғни осы компания преимуществосын жеткізу үшін қойған болатынбыз. Келесі төменде біздің коллекциялардың, яғни распродажа, коллекция, одежда деген сияқты разделдерде әзірше товар жоқ болғандықтан осылай пустой тұр. Бірақ детская коллекция одеждада уже товарлар бар болғандықтан осылай тұр. Әр товарда бірнеше сурет бар. Бірақ негізгі товардың витринасында сырт жағында екі суретті көрсетіп қойғанбыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, егер мышканы наводить еткен кезде екінші сурет ашылады. Бұл жерде товардың өзінің суреттері, скидка деген осындай ярлык тұрады, болмаса, және егер ол ярлык болмаса, скидка болмаса, ол алып тасталады автоматты түрде. Спортивный костюм деп аты тұрады, бағасы тұрады, және купить деген батырма тұрады. Купить деген батырма басқан кезде именно осы товардың данныйлар шығады, және мына жерде заявка тастауға мүмкіндік тастайтын, то есть өтініш заказ беруге болатын форма тұрады. Осы жерде өтініш берсе, осы заказ почтасына түседі. Бұл сайтта онлайн оплата қарастырылмаған. Так, келесі бөлімде мужская коллекция одеждада, бұл жерде мужская коллекциялар тұрады. Былай слайдер арқылы өткізіп, олардың ақпараттарын көрсе болады. Келесіде бренд Sajda это деп бренд жайлы ақпарат болады. Не үшін, қалай қолдану керек бұл киімдерді дегенде, неге алу керек деген сияқты. Және новости и события, яғни жаңалықтарды салып отыруға болады. Мысалы, жаңалықтар салуға болады, қандай мы запустили свой интернет-магазин деп жаңалықтар салып, жұмыс жасауын бастаған жайлы информация салып қойған. Жалпы қазір енді корзина деген бұл жерде жоқ, бұл жерде әр товарды жекелей береді заказ ретінде. Бірақ бұл жерде ерекшеліктер бар. Мысалы, бір товардың ішіне кіріп көрейік. Мысалы, осы товардың ішіне кіріп көрсек, спортивный костюм.
спортивный костюм. Бұл товардың ақпараттарына келетін болсақ, мысалы мына жерде сурет ашылмай тұр қазір. Неге ашылмай тұр? Бізде сәл интернет нашар. Мысалы міне сурет ашылды. Спортивный костюм. Мына жерде атауы тұрады, яғни осы товардың артикулы тұрады, размері тұрады, қандай размерлері бар екен, және скидка бар ма жоқ па тұрады. Скидка бар болса бағасы тұрады, старая ценасы, новая ценасы тұрады, описание, яғни жаңа бағасы, ескі бағасы деген сияқты қазақша. Және оның описание, яғни сипаттамасы тұрады осы товардың. Қандай жерде шыққан, матасы қандай түрлері бар, және складта қанша данасы қалғаны жазылады. Міне, на складе остались 10 штук. Сосын заказать деген батырма бар. Бұл жаңағыдай тура өтініш қалдырып, тапсырыс беруге арналған форма. Поделиться деп жаңағы әртүрлі социальный сеттермен поделиться етуге болады. Міне осы слайдер бар, суреттерді ауыстыруға болады осы товардың. Бір жақсы жері товарда зум деген функция қосылған, яғни лупа деп айтсақ та болады. Яғни товардың бір желілерін көрсету үшін соған наводить етіп, мышканы скролл жасаған кезде, яғни мышканың дөңгелегін қимылдатсаңыздар, сіз товарды жақын түрін көре аласыз. Мысалы, жеңін көре аласыз, балағын көре аласыз, қандай форматта жасалған, қандай стильде жасалғаны анық көре аласыз. Және ұқсас товарлар көрсетеді осы жерде. Және ол товарлар да осы екі суретпен қосымша ақпараттармен тұрады. Басты бетке қайта өтейік. Басты бетте барлығын айттық. Енді футер, яғни соңғы блокты айтатын болсақ, сайттың аяқ жағындағы осы блокта қосымша логотип бар. Оның Сәжда Қазақстан деп жазылған, компанияның атауы бар. Сосын әр адамдар үшін жасалынған разделдер бар. Яғни для мужчин, для детей дегенде оның под категориялар жазылған товарлардың. Және информация бар, порядок размеров, оплата и доставка деген сияқты. Және қосымша номерлер, адрес, компанияның данныйлары, социальный сеттері осы компанияның, Сәжденің. Жалпы осы ақпараттар бәрі көрсетілген осы соңғы блокта. Жалпы дәл осындай интернет-магазин сізде қаласаңыз, сізде киімге арналған интернет-дүкендер қаласаңыз, және бұдан да әдемі қаласаңыз, өйткені бұл сайтты біз 2017 жылдар жасалғанбыз, бұл сайтты өкінішке орай. Өкінішке орай деп айтпаймыз енді, бірақ біраз жыл болған бұл сайтқа. Бірақ сонда да өзінің нәтижесін жақсы берген. Бұл сайтта SEO базалық оптимизация жасалынған, яғни әлеуметтік, яғни іздеу жүйелеріне, яғни поисковиктерде, Google, Яндекстерде бұл мұсылмандық спорттық киімдер, яғни спортивный мұсылманский костюмы деп жазса, алғашқы топ 10, топ 20-ның ішіне, топ 10-ның ішіне кіреді. Және сол арқылы бұл ешқандай жарнамасыз заказдар, телефон арқылы қоңыраулар алып отыр. Және сізде осындай жаңа дизайнда, бірақ осындай сападағы жақсы интернет-дүкен тапсырыс бергілеріңіз келсе, осы видеоның төменгі жағында сілтемелер бар. Біздің сайтқа кірсеңіз болады, ол жақта біздің нөмірлеріміз бар. Болмаса біздің Instagram парақшамызға кіріп, жазылып, директке жазсаңыздар болады. Осы консультация алғым келеді деп, немесе интернет-дүкенге тапсырыс бергім келіп жатыр деп. Сол кезде біз сіздерге көмектесе аламыз. Біздің жасайтын сайттарымыздың сапасы да, жылдамдығы да, барлық жағы тамаша, керемет, бізде сервис те керемет. Осы видео сізге өте пайдалы болды деп ойдамын. Егер интернет-дүкен жасату ойыңызда болса, бізді ұмытпаңыздар, бізге хабарласыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар.